Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, оңай жасалатын тәттінің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осы рецептпен өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, осы видеоны астында поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Мен үйдегі ашып кеткен сүтті қолдандым. Оның орнына айран бар болса, айранды қолдансаңыз болады. 450 грамм айран немесе ашыған сүтке 5-6 ас қасық қантты қосып, 2 жұмыртқа қосып, 1 шай қасық ас содасы мен жарты шай қасық тұзды қосып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Ашыған сүттің сары суын бөлек алып тастадым. Тек қана ішіндегі айран тәріздес ақ уызын ғана алып қалдым. Жақсылап бір келкі болғанша араластырып болғаннан кейін електен өткен ұнымызды 400 грамм ұнды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды мен кондитерлік қалташаға салып жұмыс жасайтын боламын. Кондитерлік қалташа болмаса, кәдімгі ас қасықпенен салып жұмыс жасасаңыз да болады. Майымызды орташа етіп қыздырып аламыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Отымыз қатты болып кетсе, арасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті қатты қыздырмай, орташа отта пісіретін боламыз. Осы жасаған рецептпен менде шамамен 30-35 шақты аладушке шықты. Өте дәмді болып шығады, шайға ең керемет тәттінің бірі. Табадағы майымыз орташа қызып тұр. Өзіңізге керек үлкендікте жасасаңыз болады. Мен орташа етіп, осылай қамырымды шығарып алдым. Бір бетін 2-3 минут шамасында қызарғанша пісіретін боламыз. Одан кейін аударып, келесі бетінде 2-3 минут шамасында орташа отта пісіретін боламыз. Менің арнамда бұдан басқа көптеген рецепттер бар, оригинал торттардың рецепттері бар, тегін мастер-класстар бар. Каналымдағы видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Құрамына кіретін заттардың өлшемін описание бөлімінде видеоның астында жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.